Қалайсыңдар достар, наурыз құтты болсын. Біз 2 наурыз қарсы аламыз ғой жалпы. Қазақстан уақытымен, сосын осы Американың уақытымен мен 2 наурыз қарсы аламын. Рекорд жаңартып отырмыз. Маңғыстауда 5000 адам ұлттық киім киген дейді. Көкшетауда 1600-ға жуық апа-тәтелеріміз кимешек киіп шыққан, көріп отырсыздар. Негізі ұлттық киімді бір күн ғана емес, күн ара кисек те жаман емес деп ойлаймын. Осы туралы сіздер не ойлайсыздар? Бұл біздің тарихымыз, ұлттық құндылығымыз арттыратын дүние, керемет, жарасымды дүние. Өзге елдің тіпті дінде жүрсек те өзіміздің сондай ұлттық киімдерді киіп жүрсек тамаша деп ойлаймын. Сол қолдау білдіріп жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта біраз контент болады. Өзімнің заттарым да келіп отыр, Құдай қаласа ұлттық киімдер келіп отыр. Енді мені былай көре бермейсіздер дегім келеді. Сол, аман болыңыздар.